Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер, Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып Таза Қазақстан жалпы ұлттық бастамасын іске асырудағы прокуратура органдарының рөлі туралы. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Закарин Тархан Сейфуллаұлы, Сарыарқа ауданы прокуратурасының қоғамдық мүдделерді қорғау бөлімінің басшысы. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию о роли органов прокуратуры в реализации общей национальной инициативы «Таза Казахстан». Хочу напомнить зрителям, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире нашему спикеру, а также оставляйте свои вопросы на наших аккаунтах в социальной сети. Ендеше бастаймыз, құрметті Тархан Сейфуллаұлы, қош келдіңіз, сөз кезегіңізде. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті баспасөз конференция қатысушылары. Мемлекет басшысы бірнеше мәрте атап өткендей, Таза Қазақстан жалпы ұлттық бастамасы тек қана бір реттік экологиялық акция ғана емес, ол қоршаған ортаға, заңға және еңбекке негізделген жаңа қоғамдық мәдениет. Осыған байланысты прокуратура органдары Таза Қазақстан бастамасын іске асырудағы қоғамдық тәртіпті нығайтуға, заң талаптарын сақталуын қамтамасыз етуге және халықтың экологиялық мәдениетін арттыруға бағытталған заң мен тәртіп қағидатын жүзеге асырудың бағыттарының негізгі бір бағыты есебінде қарастырады. Сарыарқа ауданының прокуратурасы экологиялық құқық бұзушылықтарын алдын алу және жолын кесу, сондай-ақ абаттандыру және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдылықты қамтамасыз ету мақсатында уәкілетті мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, құқық қорғау құрылымдарының, қоғамдық бірлестіктердің, еріктілер мен жастар ұйымдарының қызметін тұрақты түрде негізде үйлестіру жұмыстарын жүзеге асырады. Прокуратура бірнеше негізгі бағыт бойынша өз жұмыстарын осы бағытта жүзеге асыратын болады. Ең алдымен табиғатты қорғау саласындағы заңнама талаптарының сақталуына прокурорлық қадағалауды қамтамасыз ету. Уәкілетті мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл шеңберінде қоғамдық аумақтардың ластануын болдырмауға, абаттандыру қағидаларының бұзылуын анықтап, жолын кесуге, рұқсатсыз қоқыс үйінділерін анықтауға, жоюға және азаматтардың қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне жауапкершілікпен қарауына қалыптастырылған тиісті түрде жүргізілетін рейдтік және профилактикалық жұмыстардың үйлестірілуін жүзеге асырады. Экологиялық құқық бұзушылықтар жиі орын алатын аумақтарда, оның ішінде халықтың жаппай демалу орындарында, парктерде, скверлерде, жағажайларда және де өзге де қоғамдық кеңістіктерге ерекше назар аударылады. Құқық бұзушылықтарды дер кезінде анықтау үшін қазіргі таңда заманауи цифрлық құралдар, бейнебақылау жүйелерінің мүмкіндіктері, оның ішінде жедел басқару орталығының, Астана Smart Innovations орталығының мүмкіндіктері, сондай-ақ ұшқышсыз ұшу аппараттарының көмегімен мониторинг нәтижелері бойынша айқындалады. Профилактикалық жұмыспен қатар абаттандыру саласындағы заңнама талаптарын бұзу, қоғамдық орындарды ластау, коммуналдық инфрақұрылым нысандары мен жасыл желектерге зиян келтіру фактілер бойынша жауапкершіліктің бұлтарылмастығы қағидатын негізгі бағыт есебінде аламыз. Ақпараттық түсіндіру жұмысына да ерекше көңіл бөлінеді. Бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер мен халықпен кездесулер арқылы заңнама талаптары, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершіліктер туралы және экологиялық нормалардың сақтаудың маңыздылығы түсіндіріледі. Жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып, халықтың экологиялық мәдениетін арттыруға бағытталған көптеген шаралар жүзеге асырылуда. Оның ішінде азаматтар көп шоғырланатын орындарға ақпараттық стендтер мен ескерту тақтайшалары орнатылуда. Жүргізіліп жатқан жұмыс аясында құқық бұзушылықтарды анықтаумен қатар, олардың жолын кесуге және де ықпал ететін себептер мен жағдайларды жоюға, сондай-ақ мұндай фактілердің қайталауына жол бермеу бойынша ерекше назар аударылады. Қазіргі таңда өзге органдармен бірлесе жұмыстың нәтижесінде қабылданып жатқан кешенді шаралар өзінің нақты нәтижелерін беруде. Абаттандыру қағидаларының бұзылуын анықтау және жолын кесу мақсатында уәкілетті мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, халық көп жиналатын орындарда айта кеткендей профилактикалық және рейдтік іс-шаралар қазіргі таңда белең алуда. Бақылауды күшейту үшін күн сайын профилактикалық іс-шаралар жүргізілуде. Анықталған бұзушылықтарға жедел ден қоятын әр аудан бойынша мобильді топтар құрылды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде шамамен 3,5 мың адам әкімшілік жауапкершілікке тартты. Басым бағыттардың бірі рұқсатсыз қоқыс үйінділерімен және қалдықтарды заңсыз орналастырумен күрес.
рұқсатсыз қоқыс орындарының қайта пайда болуына жол бермеу үшін проблемалы учаскелерге тұрақты мониторинг жүргізіледі. Бұл ретте ұшқышсыз ұшу аппараттары кеңінен қолданылады. Қалдықтарды заңсыз төгу фактілері уақытылы анықталып, тиісті ден қою шаралары уақытылы жүргізілуде. Осындай жұмыстың тиімділігінің жарқын мысалы ретінде Сарыарқа ауданы прокуратурасының үйлестіруімен аудан аумағындағы бірқатар рұқсатсыз қоқыс үйінділерінің жойылуын атап өтуге болады. Үйлестіру нәтижесінде жыл басынан бері аудан аумағында заңсыз қалдық орналастырылған 16 орын анықталып, толықтай жойылды. Сол орындардан жалпы 16 мыңнан астам қоқыс үйінділері шығарылған болатын. Сонымен қатар осындай ластану ошақтарын қайта болуына жол бермеу бойынша жұмыстар жүргізіліп, экологиялық заңнама талаптарының сақталуына бақылау қамтамасыз етіледі. Іске асырылып жатқан іс-шаралар экологиялық құқық бұзушылықтардың азаюына, аудан аумағының санитариялық жағдайының жақсаруына және азаматтардың абаттандыру мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы мәселелеріне жауапкершілікпен қарауына ықпал етуде. Жұмыстың негізгі бағыттарының бірі қадағалау қызметіне заманауи цифрологиялық технологияларды енгізу. Экологиялық құқық бұзушылықтарды анықтау үшін қазіргі таңда бейнебақылау жүйелері, бейне-аналитика құралдары, азаматтардың өтініштері, әлеуметтік желілер және бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар, сондай-ақ ұшқышсыз ұшу аппараттары соның көмегіне біз жүгінеміз. Заң мен тәртіп қағидатын іске асыру шеңберінде қазіргі таңда аудан аумағында Смарт Сарыарқа жобасы жүзеге асырылуда. Жоба интеллектуалды бейнебақылау жүйелерін пайдалану арқылы экологиялық бұзушылықтарды анықтау және жолын кесу тиімділігін арттыруға бағытталған. Бейне-аналитика жүйесін қолдану қоқысты заңсыз төгу, рұқсатсыз қоқыс үйінділерін қалыптастыру, пайда болуы, абаттандыру нысандарына зиян келтіру және өзге де экологиялық әкімшілік құқық бұзушылықтарды жедел анықтауға мүмкіндік беріп, тиісті шараларды уақытылы қабылдауға өз мүмкіндігін береді. Жоба іске асырылғаннан бері цифрлық технологиялардың көмегімен көптеген құқық бұзушылықтар анықталды. Соның нәтижесінде 600-ден астам әкімшілік хаттама толтырылды. Құқық бұзушылықтарға ден қою шараларымен қатар олардың алдын алу бойынша жұмыстарға ерекше назар аударылады. Мемлекеттік органдармен, қоғамдық бірлестіктермен және еріктілермен бірлесіп, халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға және азаматтардың абаттандыру қағидаларын сақтау жауапкершілігін арттыруға бағытталған профилактикалық іс-шаралар тұрақты түрде өткізіліп келеді. Жүргізіліп жатқан профилактикалық іс-шаралардың экологиялық құқық бұзушылықтарын азаю ғана емес, тұрғындардың қала тазалығы мен абаттандырылуын сақтауға әр азаматтың жеке жауапкершілігін түсіндіруге ықпал етеді. Қабылданып жатқан шаралар Таза Қазақстан жалпы ұлттық бастамасының мақсаттарына тек қана мемлекеттік органдардың қол жеткізу мүмкін еместігін көрсетеді. Экологиялық мәселелерді шешу әрбір азаматтың қолында және әр қоғамның белсенді қатысуын талап етеді. Елді мекендердің тазалығы, қоршаған ортаны сақтау және қоғамдық кеңістіктерге ұқыпты қарау әрбір азаматтың жеке жауапкершілігінен, заң талаптарын сақтауынан және өзгелердің еңбегіне құрметпен қарауынан басталады. Осыған байланысты прокуратура органдары алдағы уақытта да экологиялық заңнаманың сақталуына прокурорлық қадағалауды қамтамасыз етеді. Уәкілетті мемлекеттік органдарының қызметін үйлестіреді. Экологиялық құқық бұзушылықтарын алдын алу және жолын кесу жөніндегі шараларды қабылдауды, сондай-ақ заң мен тәртіп қағидатын одан әрі нығайтуға жұмыстарды жалғастыратын болады. Бұдан әріде құқық бұзушылықтарын алдын алуға, заманауи цифрлық технологияларды әзірлеуге, енгізуге, ведомство аралық өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыруға және халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға ерекше назар аударылатын болады. Мемлекет, қоғам, бизнес, қоғамдық бірлестіктер және әрбір азаматтың бірлескен күш-жігері арқылы ғана қалаларымыздың, оның ішінде елордамыздың тазалығын қамтамасыз етіп, болашақ ұрпақ үшін қолайлы қоршаған ортаны сақтап, халықтың өмір сүру сапасын арттыра алатынына сенімдіміз. Таза Қазақстан жалпы ұлттық бастамасы әрқайсымыздың еліміздің болашағына қосқан үлесіміз. Ал заңды сақтау, қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарау және белсенді азаматтық ұстаным осы бастаманың табысты жүзеге асырылуына негізгі кепіл болып табылады. Назарларыңызға рахмет.
Мазмұнды ақпарат бергеніңіз үшін рахмет. Құрметті көрермен, біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Бірінші сұрағымыз: рейдтік іс-шаралар кезінде көбіне қандай экологиялық бұзушылықтар анықталады? Сұраққа рахмет. Бірлескен рейдтік іс-шаралардың нәтижесінде абаттандыру қағидаларын бұзу, ортақ пайдаланылатын орындарды ластау, көгалдарды, ағаштарды зақымдандыру және де оларды жою деректері, рұқсатсыз қоқыс үйінділерін қалыптастыру секілді көптеген бұзушылықтар анықталады. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрағымыз: абаттандыру қағидаларын бұзу, ортақ пайдаланатын орындарды ластау үшін қандай жауапкершілік көзделген? Ортақ пайдаланылатын орындарды ластау үшін қазіргі таңда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 434-2 бабымен әкімшілік айыппұл көзделген. Оның ішінде 10 айлық есептік көрсеткіште әкімшілік айыппұл және 40 сағатқа қоғамдық жұмыстарға тартуға шейін әкелуі мүмкін. Ал егер де бұл құқық бұзушылық 1 жылдың ішінде қайталанатын болса, айыппұл көлемі 20 айлық есептік көрсеткіште, ал қоғамдық жұмыстарға тарту 80 сағатқа шейін өсіп жатады. Ал әкімшілік құқық бұзушылықтың 505 бабымен, яғни елді мекеннің абаттандыру қағидаттарын бұзғандығы үшін 20 айлық есептік көрсеткіштен 100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі әкімшілік айыппұл көзделген. Егер де бірақ алғаш рет жасалған және де ауырлататын мән-жайлар болмаған жағдайда бұл құқық бұзушылық бойынша ескертуде көзделген. Жауабыңызға рахмет. Және соңғы сұрағымыз: прокуратура экологиялық заңнаманы сақталуы бойынша қандай уәкілетті мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіруді қамтамасыз етеді? Прокуратура органдары заң мен тәртіп қағидаты аясында және Таза Қазақстан бастамасы негізінде жергілікті атқарушы органдардың, яғни оның ішінде қала әкімдігінің, аудан әкімдігінің және осы әкімдікке қарасты басқармалар мен бөлімдердің жұмыстарын, полиция органдарының, экология департаментінің және де бассейндік инспекцияның және де өзге де уәкілетті органдардың жұмысын үйлестіруді қамтамасыз етеді. Жауаптарыңызға рахмет. Құрметті Тархан Сейфоллаұлы, уақыт бөліп Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңына келгеніңіз үшін алғысымызды білдіре отырып, қызметіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.